Бұл бүкіл әлем мемлекеттеріне түскен зор ауыртпашылық. Біз оны осындай сын сағатта септігін тигізетін халқымыздың төзімділігі, ерік жігері және өзіне деген зор сенім арқасында міндетті түрде жеңіп шығамыз. Елбасы өзінің бүгінгі бірлесе білген ел бәрін жеңеді атты мақаласында осылай деді. Елбасы өзінің мақаласын Қазақстан қауіпті дерттің алдын алуға әлем елдерінің ең алғашқыларының бірі болып кірісті. Тиісті сақтандыру шаралары жасалды, мемлекеттік органдар арнаулы дайындықтан өткізілді. Өзге елдерге вирус қалай пайда болып, пандемия қалай өрбіп өршігені бақыланды. Соның нәтижесінде індеттің етек алып кетуіне мүмкіндігінше жол берілмей, ахуал күн сайын тұрақты түрде назарда ұсталып отыр деп бастады. Даналар қағидасын басшылыққа алып, әлемнің барлық мемлекетімен арадағы келісім мен достыққа, өзара сенім мен ықпалдастыққа негізделген саясат ұстандық дей келе, бұл ел экономикасында елеулі сынақ деді. Сондықтан егемендік жылдары біз ел экономикасын әртараптандырумен болдық. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін Қазақстан 2050 стратегиясын жасап, үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында 1000-нан астам жаңа кәсіпорын аштық. Қазіргі Қазақстанда Кеңес одағы ыдыраған өткен ғасырдың 90-шы жылдарындағы Қазақстанмен салыстыруға болмайды. Бізде осындай қиындық туғанда ешкімге алақан жаймау үшін, ұрпақ қамы ел болашақ үшін жинақталған ұлттық қор мен алтын валюта қорында 90 миллиард ақш доллары бар. Ретімен үнемді пайдаланар болсақ, ол бүгін басымызға түскен тағдыр мен тарих сынынан еңсемізді тік ұстап өтуімізге мол мүмкіндік береді делінді. Өте маңызды мақала деп есептеймін. Енді біздің елбасы өзінің даналығымен осы тәуелсіздік кезіндегі 30 жылға жуық уақыт елімізді басқарып келді. Әрине бәрін өте дұрыс айтып жатыр. Қалыптасқан қиын шақта елбасы шенеуніктер мен аға буынға тіл қатып, халықты бірлікке, салауатты өмір салтын ұстануға, бір-біріне қолдау танытуға шақырады. Бұл бүкіл әлем мемлекеттеріне түскен зор ауыртпашылық. Біз оны осындай сын сағатта септігін тигізетін халқымыздың төзімділігі, ерік жігері және өзіне деген зор сенім арқасында міндетті түрде жеңіп шығамыз деген ол кәсіпкерлер өздеріне мен халқым үшін не істей аламын деген сұрақты алға тартуы керек делінген. Ел ағасының, халық жанашырының, саясат майданының абызының осындай бір қиын қыстау сәтте халқына, бауырларына деген жанашыр сөзі, тоқтау айту, бірлікке, сабырға шақыру сөзі деп өзім қабылдаймын. Біз бір тұтас ел, бірлігі берік жұртпыз деген елбасы әрдайым халқымен бірге болғандығын, бұл жолда бірлікте болатындығын жасырмады. Қиындыққа қайыспай, белімізді бекем буып, береке бірлігімізден айырылмайық. Сонда ғана біз қастерлі тәуелсіздігімізді сақтап, Қазақстанда мәңгілік ел болуға лайықты ете аламыз дейді тұңғыш президент өз үндеуінде. Айдын Тонтайтегі, Наталья Зайц, 5-ші арна.